Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өзімнің тегін мастер-классымды ұсынамын. Хейт болып жүрген творог қосылмайтын сметаникті үй жағдайында жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар май, ұн, сода, сахарный пудра және де жұмыртқа қажет болады. Таза ыдысымызға ұнымызды саламыз. Сосын үстіне майымызды салып, екеуін жақсылап үгітіп араластырамыз. Достар, май бөлме температурасында болса, тіптен жақсы болады. Екеуін осылай біріктіріп араластырып аламыз. Міне араластырып болдық. Енді біз сахарный пудрамызды саламыз, қант ұнтағын және де ас содасы, кішкене тұз салып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырып, бір ұштық жұмыртқамызды салып, қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз қатты болмайды. Мен сіздерге описанияға керекті заттарын граммдан жазып кетемін. Достар, қамырларыңыз илеп болғаннан кейін кемінде 10-15 минут тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Сонда әдемі болып піседі. Сол уақытта біз өзіміз енді начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына қаймақ, сахарный пудра, жұмыртқа және де ванилин қажет болады. Таза ыдысымызға қаймағымызды полный тазалап саламыз. Үстіне 2 жұмыртқамызды салып, сахарный пудраны салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін біз ванилинімізді салып, тағы бір араластырып шығамыз. Міне осымен біздің начинкамыз дайын. Енді біз қамырымызды алып, жақсылап листімізге жайғастырамыз. Достар, міндетті түрде жақсылап біріктіріп, жайып шығыңыздар. Алдын ала оқтаумен жайып алсаңыздар да болады, осылай жайып жайғастырсаңыздар да болады. Міне дайын. Осылай беттің белкамен шетін барлығын басып шығамыз. Міне қамырымыз да дайын болды. Үстіне дайын начинкамызды құйып, печкеге 30 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз, достар. Мінекей біздің сметаникіміз дайын, ешқандай творог қосылмайтын, үй жағдайында заттармен жасалады.
Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны ұнаса лайк, комментария қалдырып қойыңыздар. Қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мен сіздерге және де алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған мен Сана Алтынай. Назарларыңызға рахмет.